Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін кешкі асқа арналған тауық етін әзірлейтін боламыз. Түрі де, дәмі де тәбет ашарлық, іші де сырты да толығымен пісіп шығатын бүтін тауықты енді сатып алмай үйде әзірлесеңіздер болады. Видеоны қарап шықпас бұрын менің каналыма тіркеліп, подписка батырмасын басып, қолдау көрсетіп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауығымызды тазалап жуып болған соң, іші сыртын толығымен тұздап шығамыз. Келесі кезекте біз тауығымызға жағып шығатын маринадты әзірлейтін боламыз. Майонезге кетчупты және соя соусын, сонымен қатар сарымсағымызды, балымызды, көк шөбімізді салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мен видеоға кеткен құрамды төмендегі описание бөліміне жазып қалдырамын, сол жақтан қарап алсаңыздар болады. Енді тапамызға фольга төсеп, үстіне тауығымызды қойып, барлық жеріне бір келкі етіп жеткізіп, осы маринадты жағып шығамыз. Енді осылай көкөністерімізді турап аламыз. Мен бір ыдысқа картопты үлкенірек етіп турадым және екіншісіне майдарақ қылдым. Үстіне қалған маринадты құйып жібере салдым және барлығын жақсылап араластырып болған соң, кіші туралған картопты тауықтың ішкі бөліміне салып шықсақ болады. Осылай ішіне сыйғанша картоптарымызды салып, қалғандарын тауықтың шеттеріне қойып шығамыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз және тауығымызды салып, 1 сағаттың көлемінде қызарғанша пісіріп аламыз. Тауығымыздың формасы өте әдемі болып шығу үшін, екі аяғын пешке жіберер алдын осылай байлап қоямыз. Мені достар, біздің өте дәмі тіл үйретін тауығымыз дайын болды. Барлық жері толығымен піскен, жасап, отбасыларыңызды қуантып көріңіздер.